Кішкентай Темірлан да анасының батыл мінезі болмаса, жетімнің күйін кешермеді. Кім білсін, құрсағынан шыққан шақалақтың өзгелерден өзгешелеу екендігін білсе де, Қарлығаш оны ел қатарына қосты. Бүлдіршін мейірім орталығына келгелі анасының қолы ұзарған. Ничего не сделаешь, это уже что суждено, тому уже, как это говорят, мой крест будешь нести до конца. Оңалту орталығында бүгінде 3 жастан 16 жасқа дейінгі 105 бала мектепке дейінгі білім нәрімен сусындауда. Түрлі ауруға шалдыққан бейкүнә бүлдіршіндерді тосын тағдырларының табыстырғанына 8-ші жыл. Бұл жерде балалар медицина көмегіне де жүгіне алады. Ал дәл осындай оңалту орталығына елімізде мұқтаж бала көп. Статистика 15 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі бала барын алға тартады. Дені сау бала мысалы 3 жасында игеретін барлық әдістерді бұл балалар кейінірек игереді. Сондықтан бұл әдісі өте көп. Бұларға бірінші балалар жақсы көру керек. Екіншіден әдістерді білу керек. Мейірімнің мейірі түскен балалар осы. Ізгі істің иесі Шолпан Қазбекқызы. Өзі шетелде сапарда жиі жүретін 4 баланың анасы бұл істі түбегейлі орталық директорына тапсырыпты. Шолпан Қазбекқызы, ваши аплодисменты. И поручила мне, директору фонда «Миром», получить эту награду. Все говорят об интеграции, а этого... Барлығы мұндай балаларды шеттетпей ортаға икемдеу керек деп айтады, бірақ оны жүзеге асырып жатқан ешқайсысы жоқ. Алла Тағала бұл кісіге ұзақ өмір берсін, атқарып отқан қызметіне жаратушы өзі жар болсын дегім келеді. Ал Ысқақ Жұмашевтің үлкен жүректі адам екендігін тек ауылдастары ғана емес, енді күллі Қазақстан білетін болады. Қайырымды қарт жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған қазақтың қасиетін қадірлейді. 13 сәбиді бауырына басқан зейнеткер қоғамды да тасбауырлықтан құтқарғысы келеді. Балалар үйі жабылу керек. Мен сықылды болып үйлерінде 5-6 баладан 10 шақты баладан алып тәрбиелеу керек. Олар отбасының рахатын көру керек, тәрбиесін көру керек. Басқа түгілі бауырына жомарттығы жетпеген қатыге зұлы мен қызы көп қазіргідей құбылмалы қоғам қайырымды жандарға зәру. Жақсылығы өзге түгілі өз басына жетпейтін дүниесі бола тұра, көзі тоймайтын сараң сабаздар қай заманда да болған әрине. Бірақ бүгінгінің байынан қолы жомарт кедейінің саны көп. Қара басын ғана күйттеуге әуес Байманаптың мадақ даңқтан да дәмесі зор. Сондай азаматтарға Мүслімбай Дайырбеков ақсақалдың әрекеті үлгі болса егет. Мен шын әлге әлі ішетін тамағы жоқ, жаңа қиналып отырған мысалы жетімдер үйіне, оның көйіне соқырлар үйіне, оның көйіне әлге жүке аурулармен ауырған балдардың үйіне, инвалидтерге, мешітке мен жерден беремін. Атаның жеке клиникасында жағдайы төмен медицина және спорт ардагерлеріне тістерін протездеу, емдеу сынды көмек тегін. Сондықтан мұнда келетіндер көп. Қазір протез уже ұстамай, постоянно түсіп кетеді. Оңтүстік, шығыс, батыс облыстарына және Қызылағаш тасқыннан зардап шеккендерге 1 миллион теңге көлемінде ақша аударыпты қайырымды зейнеткер. Победитель в номинации «Благотворители года» Дайырбеков Мүслімбай. Бүгінгі таңда биліктің қолы жетпеген әлеуметтің кемшіл тұстарын үкіметтен көрі меценаттар көбірек ойлайтын болған. Мәселен, осы жарты жылдықта ауыр халді балаларды емдеуге мемлекет 11 миллион 556 мың 800 теңге қаржы бөлсе, меценаттар 27 миллион теңгесін аямапты. Кейінгі жылдары демеушілердің көмегімен денсаулық сақтау орындары 1 миллиардтан артық сомаға, ал жетімдер үйлері 48 миллионнан астам қаржыға жөнделген. Білім беру саласына 5 миллиард теңге құйылып, 6 мектеп, 3 жекеменшік балабақша бой көтерді. Алтын жүрек қоры құрылғалы бері 3 мәдениет үйі мен 13 спорт мекемесі сап түзеген. Своим поступком Игорь Сергеевич спас 2 человеческие жизни. Этот поступок заслуживает искреннего восхищения. Игорь Воротников өз қаржысына мектеп тұрғызып, аурухана ашпаса да өз жүрегін жұлып берді. Туған анасы небәрі 46 жасында ажал құшқан азамат қара жамылып отырса да қайырымды сәт қаралды. Ең жақын адамының жүрегі мен бүйрегін басқаға беріп, қос адамның өмірін ажалдан арашалап қалды.
Немножко необычно, оно сильнее бьется и все. Мое слабо билось. Ну, уже и привыкли к этому. Я уже сегодня 3 месяца, как прошла операция. Боз баланың рұқсатымен жасалған ота жарларын жесіретпей, балаларын жылатпай, 2 апталдай азаматтың өмірін өлім аузынан арашылап қалды. Елімізде жедел түрде бүйрек ауыстыруға 50 адам зәру. Олардың алды донарын 5 жылдан бері күтіп келеді. Оның үстіне тағы 1500 адам жасанды бүйрек аппаратына қосылған. Науқастар осында аптасына 3 рет келіп 4 сағаттан ем алады. Өлген адамдардан, аварияға түскен адамдардан алуға ондай рұқсатымыз бар, бірақ соларды әлі аяғына дейін беретіндей туысқандары әлі шешілмей жатыр. Енді ол көбінесе байланысты біздің менталитетке. Министрдің құттықтау сөзін және де мынандай iPad деген сыйлығын рұқсат етіңіздер сыйлауға. Ваши бурные аплодисменты, уважаемые дамы и господа. Қазақстанда қайырымдылықпен айналысатын жандардың саны саусақпен санарлықтай ғана. Меценаттарды көптеп тарту үшін оларға жүктелген салық пайызын азайтып, ынталандыру керек. Бірқатар ғалымдардың пікірі осыған саяды. Сөздің шыңы керек, ауылды жерлердегі ауқатты азаматтарды қайырымдылыққа мәжбүрлі түрде тартады. Ал егіс алтын жүректен шығу керек.